Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өзін-өзі тану сабағының тақырыбы адамның рухани кемелденуі. Сабақтың мақсаты: адамның рухани кемелденуінің ең алдымен адамдық құндылықтарды бойына сіңіруден бастау алатындығына көз жеткізу. Сабақтың міндеті оқушыларға адам, рух, кемелдену сөздерін ассоциациялау және адам туралы құнды мәліметтер жинақтауға көмектесу. Адамдық туралы қанатты сөздерді талқылау. Әр адамның жеке адами құндылығы арқылы қоғамда орын алу және жеке тұлға ретінде қалыптасу туралы ой салу. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Абай Құнанбаевтың «Адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар». Енді осы дәйек сөзге байланысты өздеріңізге сұрақ қойғым келеді. Цитатаны интерпретациялаңыздар. Цитатаға қатысты қандай теңеу ойладыңыз және автор нені көздеді? Оқып үйренейік. Ұлт намысы болған ұлы тұлға. Баукең тұнжырай ойға еніп, сұрағың болса, бер деді жөткірініп. Бауке, сіздің өміріңіз өте күрделі болды. Әртүрлі оқиғаны бастан кештіңіз, әртүрлі кісілермен кездестіңіз. Бір білгім келетіні, адам бойындағы қандай қасиеттерді жоғары бағалайсыз? Адамгершілікті, намысты жоғары бағалаймын. Адамның қандай қасиетін жек көресіз? Ең кешірмейтінім опасыздық, тұрақсыздық. Оны кең түсіну керек. Өмір мың құбылмалы. Қиын жағдайда ол тұрақсыз болып шығуы мүмкін. Опасыздық, сұмдық, сұмпай іс. Бұл Баукең туралы Мамытбек Қалдыбайдың әңгімесінен үзінді. Енді осы әңгімеге қатысты сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бауыржан Момышұлы адам бойында қандай қасиеттерді жоғары бағалаған? Мәтінде автор адамгершілік, намыс туралы қандай ой айтты? Бауыржан Момышұлы қайрат, ақыл, жүрек үшеуінің қызметін қалай бағалады? Сіздер қалай бағалар едіңіздер? Бауыржан Момышұлы жастарға қандай келеңсіз сипаттардан сақтану керектігін өсиет етті? Бауыржан Момышұлына өзіңіз қандай сұрақ қояр едіңіздер? Жаңа ақпарат. Мен адамдарды құрмет тұтам, бірақ олардың Американы немесе бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқандықтан немесе ғарышқа ұшуымен емес, тек таза көңілмен сүйе білу және жақсылық жасап әділ бола білу. Біреудің қайғысын бөлісе білуіне қарап, өйткені адамды адам ететін және мәңгілік ететін махаббат әйтпесе бірде апат болар еді. Тіпті егер де ең ұлы ашылымдар болмаса да, бәріміз адамзат өмір сүрген болар еді. Бәрібір адамзат өмір сүрген болар еді. Ал егер сүйіспеншілік жоқ болса, ол тез арада жойылар еді. Ілияс Есенберлин. Ал енді оқушылар шығармашылық жұмысты атқарайық. Бірінші тапсырма: мәтіннен Бауыржан Момышұлының қайрат, ақыл, жүрек туралы айтқан тұжырымын Абайдың 17-ші қара сөзімен салыстырып, кестені толтырыңыздар. Дәптерге жазыңыздар. Екінші тапсырма: Мамытбек Қалдыбайдың Бауыржан Момышұлы әңгімесін оқып, оқулықтағы 121-ші бет иншот немесе басқа интернет құралдары арқылы буктрейлер жасаңыздар. Буктрейлер дегеніміз не?